Қалайсыздар, не істеп жатырсыздар? Менің досым мән бермеңіздер, өйткені кішкене менің тамағым ауырып тұр еді. Қазір енді мен егіздер деген сериалды қалап бізде. Вот. Только Айкызбен және вот только Айкызға тіркеліп, маған тіркеліп кетіңіздер және 300 подписчикке жеткізіп тастаңыздар. Ал ендеше достар, біз видеомызды бастайық. Мәссаған, уже кеште болып қалыпты ғой. Нұшым? О, қызым, қалайсың? Не істеп отырсың? Отырмын бағанадан бері. Айтпақшы. Әпкең қайда, яғни Маржан? Қалай айтсам екен? Айт, қызым, бол тез. Ол кетіп қалды. Не? Кетіп қалған несі? Ол неге менен сұранбайды? Сол сұран дебеді. Қойшы ары деді де кетіп қалды. Және мені де алып кеткен жоқ. Болды, қызым. Сағат қанша болды, қызым? Сағат 8 болды. Мәссаған. Ана қыз бірдеңкеге ұрынбаса жарар еді. Той, анашым, болды, андай бермеңіз. Барлығы жақсы болады. Жарайды, қызым. Ада кешкі ас жасайық. Бәсе. Ал, анашым, не тамақ жасаймыз? Холодильникті қарайық, не бар екен. Қызым, саған макарон жасап берейін бе? Иә? Жасай беріңіз. О, барлығы менің ең сүйікті тамағым ғой. Жарайды онда. Онда маған макарон бағанағыдай. Жоқ. Сіз басқа тамақ ішесіз. Жарайды онда, көреміз. Мен жасайын, сіз өзі тамағыңызды жасаңыз. Жақсы онда. Мен онда осыны аламын. И мынаны. Болды, менің тамағым дайын. Жақсы, анашым, менің тамағым. Не менің қолымнан келді. Ең әдемі тамақтардың бірі болып шықты. Молодец, қызым, қандай әдемі қылдырып жасағансың. Ас болсын. Не ішесің, қызым? Білмеймін. Бір кофенің дәмін көрсек қалай болады? Жарайды онда. Қызым, да кофе құйып берейін. Кофе. Өзі әпкем деген. Кофе үнемі ішеді. Дәмі күшті деген мақтай береді ғой мені. Иә, әпкенен кофе құмар. Жарайды, көп сөйлемей тамағымызды жейік. Иә, дұрыс айтасыз. Тез екен әпкем, сағынып кетеді екенсің, ұрсады. Иә, дұрыс айтасың. Әпкең жаман болса да жақсы ғой сен үшін. Иә, жарайды, анашым. Мен тойдым. Жоқ, тоқта. Не қалды, маған көмектеспейсің бе? Бәсе, ұмытып барады екен. Бәсе. Мынаны жина. Болды. Енді жинап біттім. Жарайды, қызым, жүр. Әңгіме айтып отырайық. Мүмкін әпкең тез арада келіп қалар. Иә, дұрыс айтасыз. Қызым, сіз не істейсің? Мен өзімнің блокнотымды толтырып сурет салып отырам. О, күшті. Иә, маған менің блокнот ұнайды. Келесі жылды алып беріңізші маған. Әрине алып берем, әрине алып берем. Сіз не істейсіз ал? Мен осы кітап оқимын. Абай жолы бірінші сезонын бастап оқиын деп жатырмын, бірінші рет. Осы кітапты бастадым ғой. Бәсе, жақсы.
Жақсы, онда қызым. Жақсы, мен суретімді салып отыра беремін. Туф, ана әдемі гүлдер маған прям қатынады. Так, барып анама көрсетейін. Қандай әдемі сурет салғанымды. Қызым, не болды? Сурет салып болдың ба? Я, анашым, болдым. Қане, суретіңді көрсетші маған. Ал, не көрсетейін бе? Я, көрсете ғой, қызым. Сонша көңілді жүрсің ғой. Я, анашым, қараңыз. Қане, көрейікші. Қалайсың? Мәссаған. Қандай әдемі салғансың. Туфай, көз, тіл көзден сақтасын. Суреттің қандай әдемі болып шыққан. Анашым, сізге бірдеңке айтсам бола ма? Я, айта ғой. Мен бар ғой. Прям қатшыршыдым. Ұйқым келіп тұр. Жарайды онда, қызым. Ұйықтайық. Я, ұйқым келді уже. Так, оны мына суретті өзіңнің комнатыңа қойып қой. Я, рахмет. Так, тез бір любой бір киімді кисең. Болды. Енді ұйықтайын. Ал достар, осы менде үшінші бөлім аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Артыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, қоңырауларды басып кетіңіздер. Және де достар, Тока Айкс, яғни 4-ші бөлімі Тока Айкс каналында шығатын болады. Және де Айзере Токаға да тіркеліп, оны да 700 подписчикке жеткізіп тастаңыздар. Ендеше достар, сау болыңыздар.